Reddit қолданушылары, қазіргі адамдар қандай нәрсеге уланып жатыр? Бұл видеодағы барлық комменттер Reddit сайтынан алынған. Сол баяғы алкоголь зиян екенін біле тұра әлі сұраныста. Бұрын порно өте аз болатын. Оны дискке жазып тығылып көретін. Ол кезде қатты зияны жоқ сияқты еді. Қазір әрбір адам бірден неше түрлі видео қарай алады. Тіпті біреулер қарамадым деп айтқанның өзінде көреді. Сосын өмірде солай болу керек деп қате пікір қалыптастырып алады. Ұзақ отыру, яғни қозғалыс аз. Энергетикалық сусындар, қысқа форматтағы видеолар, олардың жақсы түрлері де бар. Бірақ солардың кесірінен қазір адамдар ұзақ кинолар, видеоларды қарай алмайды. Өйткені қысқа видеоларға қатты тәуелді болып қалған. Киноны олар телефон қарап отырып көреді. Facebook, Instagram және тағы да басқа әлеуметтік желілер. Өйткені көбі өзінің өмірін басқаныкімен көп салыстырып кетті. Соның кесірінен өз өмірін сүруден қалуда. Вейп, одноразкі шегетіндер. Мен өзім көп уақыт темекі шектім. Әбден өкпем бітті. Қиналдым деген кезде темекіні тастау үшін одноразкіға ауыстым. Көбіне дұрысы осы. Бірақ қазір мен көшеден жас балалар, қыздардың одноразкі шегіп жүргенін көремін. Олар темекі тастау үшін емес, керісінше темекіге дейін соны шегіп жүр. Осы жері өте өкінішті. Өзін артқа тартатын адамдармен көп араласады. Солайша өзін және басқаларды улайды. Жақсы орта сені алға жетелейді. Соны ұмытпаңыздаршы. Экранда бір уақытта үш нәрсе болып жатқан, түстер ауысатын психоделикалық видеолар. Әлеуметтік медиа біздің назарымызда қатты ұрлап жатыр. Бітпейтін жаман жаңалықтар көрсететін каналдар. Өкінішке орай менің ата-әжем күні-түні жаңалық қарайды. Жарайды, қарай берсін. Бірақ олар сол жаман жаңалықтарды көреді. Сосын бізді қорқытады. Амалсыздан аптаның 5-6 күнін жұмысқа арнап өзінің жеке өмірін сүре алмай жүргендер қаншама. Негатив. Жоқ, жай ғана ашулану ол норма. Менің айтқым келгені, қазір адамдар просто так негативны болады. Кез келген затқа негативпен қарау сәнге айналып кеткен. Ең мейірімді деген видеоның өзіне негатив табады. Мысалы, кішкентай балалар туралы видео делік. Соның астында сүйсінудің орнына негатив жазады. Жеке мен өзім никотинге қатты тәуелдімін. Түбінде ол мені улап өлтіретін шығар. Қазіргі заманның өтірік философтарын көп оқиды. Олардың өздері бір керемет өмірді танып білмей ақыл айтады. Табиғатқа зиян пластиктер. Оның түрі көп, бірақ қазір ең көбі сол зиян келтіретіндер. Біз қанша арпалыссақ та құтыла алмаймыз. Тым көп пайдалану, яғни шамадан тыс. Көп қант, көп ет жеу, ұнды тамақтар, зиян ішімдіктер, өте көп гүл сыйлау. Қазір адамдар шектен шығу деген сөздің барын ұмытып кетті. Бәрін ысырап етіп жатыр. Қант, адамдар бұл өте мықты у. Өкінішке орай оны ешкім дұрыс түсінбейді. Внимание, өзгенің внимание жетпей ауыратындар көп. Оның шын өтірігі бар. Біреулер өзгенің назары үшін неше түрлі ақымақтықтар жасауға дайын. Жалған өтірік ақпараттар, білмейсің қайсы дұрыс. Әлеуметтік желілер. Қазір жастарға өте қиын. Біреудің монтаждалған керемет өмірін көріп депрессияға түсіп кетеді. Ал сенің ойынша қазіргі адамдар өзінің қандай нәрселермен, қандай оқиғалармен, қандай істермен улап жатыр? Комментарийға жазуды ұмытпа. Және де видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа.